Assalamu alaikum aziz телесережелер, хаберлер информацион тақымыз соңки әдіселер ақында Оздев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму Чалшам. Ве бүгін бойлы малыматлар хаберлер программамызда тақдим етіле. Судақ шерінде балабақчалары или буюк невбетлер меселесі чезілі башланды. Сақ шерінде яш иш адамларының невбетеки клубы açıldı. Бақчысарайда орта асыр мұсылман азизлер мезары территориясында темізлік ішлері алып барылды. Қызылташ футбол клубы бұр атлық күнлерінде арқадашлық матчында ғалип шықты. Бұ ведігер вақаларны хаберлер информацион программамызда сейір етіңіз. Түркияның кемер шерлерінде Филименк ве Түркия арасында дипломатик халға себебінде наразылық акциялар кече. Қаршылық көстергенлер Истанбулда Элчихане бинасындан Филименк байрағыны алып ташлап, оның еріне Түркия байрақ тікледілер. Филименк хакимиеті мемлекетке Түркия тыш ішлер назірлігінің башы болынған учақны кірсетмегені себебінден қавға шықты. Мемлю Чаушоғлы Роттердамда митингте Авропада яшаған оз ватандашларына апрелінің 16-сында олып кечежек референдумда кірсетілген деңішмелеріні дестеклемеге чағырмаға планлаштыра. Құрантай ішлері бойынша Түркия Назир Фатма Бейтул Саян Каяда Филименкке ер асты нақлия еле етіп бармаға ве митингте чықышта болынмаға тырышты. Ама Филименк ішкі ішлер назирлігі Назир арабасының оғыны тостылар, соңрай хакимиет оны истенілмеген четел сакені деп мемлекеттен чықардылар. Филименкнің премьер-назирі Марк Рютте Түркияның тыш ішлер назирлігінің башы болынған учақны киргизмеге рұқсет бермегені үшін хакимиет адындан афу сорамақтан рет етті. Түркия Жұмхуриетінің президенті Реджеп Тайып Эрдоган жевап оларақ кереклі чарелеріні бақажақымны деп қорқызды. Владимир Путин ве Дональд Трампның көрішівіне азырлықлар енді башланды. Екі мемлекеттің елбасшылары июль айында Гамбургта саммит G20 тедбірінде көріше білелер. Бұл ақта Русия президентінің матбуат катибі Дмитрий Песков білдірді. Матбуат катибінің сөзлеріне көре Владимир Путин ве Дональд Трамп ян-янаша отырып, лаф етіп башлай жақлары мұйым. 3 жылдан соң Қырым референдумына қиымет кесіп, милетлер ара мұнасебетлері. Ярымадымызда бұл 3 ел девамында сакенлерінің аятында не деңішті? Бүгін Қырымда милетлер ара мұнасебетлері насылдыр? Қырымда милетлер ара барышық веттіншіліқны сақламаға не ярдым ете? Бұл ведігер суалер Ахмеджит Москва арасында кечерілген мультимедиа видеокөпір черчевесінде музакире етілді. Мевзыны София Шукурова девам ете. 2014 сенесі март 16 күні Қырымда Жұмхуриет статусы ақында референдум олып кечті. Анда келгенлердің 90% Қырым Русия ile бірлешсін дие сес берді. 2014 сенесі март 18 күні Русия Федерация президенті Владимир Путин Қырым Жұмхуриетінің ве Ақяр шерінің елбашчылары Қырым Русия ile бірлешкені ақта анлашма имзаладылар. Хорошо помним все то, что предшествовало Крымской весне. Вот эти массовые протесты в Киеве. Ведь мы знаем, что очень многие провоцировали подобные протесты в Крыму и очень часто ссылались при этом на крымских татар. Все время говорили о том, что крымские татары, подождите, они там устроят 26 февраля 2014 года этот конфликт произошел. Но на мой взгляд, он произошел не потому, что там крымские татары созрели для тех событий, которые происходили под Верховным Советом Крыма, а просто потому, что верхушка Крымского меджлиса, она, в общем-то, спровоцировала на подобное столкновение. Но наступило 27 февраля, и все сошло на нет, и мы на сегодняшний день однозначно чувствуем абсолютное согласие между представителями различных этнических и национальных групп Крыма. Мы должны понимать, что крымские татары являются коренным народом Российской Федерации. Этнология и антропология институтының ве Қырым федераль университетінің хадимлері бераберлікте ичтимаи сорав кечіріп, Қырым сәкенлері милетлер мұнасебетлеріне насыл қимет кескені білділер. По данным нашего исследования, это 61% крымских татар заявили о доверии президенту Российской Федерации. Большинство из них, 75%, удовлетворены своим положением. На вопрос, желаете ли вы поменять место жительства, переехать в другой город на полуострове, в другой город Российской Федерации или на Украину,
0% крымских татар заявило о том, что они хотят переехать на Украину. Считаем, что 70% из них уже успешно адаптировались к жизни в Российской Федерации. Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек Хырым Русия эркеніне кірген сон насыл ишлер алып барылғаны ақта тариф етті. Біріншіден бұл дин иншатлары ажилық үшін ерлер артырылуы мұсылманлардың екі дин байрамы Оразави Құрбан байрам девлет севейді қайды түлуі. 1944 сенесі майыс айында Қырым татарлар сүргін етілген Сүрен станциясында мемориал комплексы тіклене. 4 президенттің мектебі құрылып екінленді Верусия Қараман унваны Алими Абдынанова адыны ташый. Умумен айтмақ мүмкін ки 3 ел девамында Русия или Қырымда Қырым татарлар Украинадаки 23 ел девамында елде еткенлері көре зәйдеже файда көрділер. 10 лет муфтият боролся за то, чтобы получить земельный участок и начать строительство соборной мечети. Только в российском Крыму удалось эту мечту мусульман Крыма реализовать. Сегодня храм строится благодаря благотворителей с материка. Могу сказать, что это люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Так же, как и храм Александра Невского, строительство соборной мечети происходит под патронатом президента Владимира Владимировича Путина. Біз ерлі сәкенлерге учил девамында ярымада яшайыш насыл денішті деген суал или мураджат етіп, оларның фикірлеріні сорап білдік. Закон приняли о реабилитации крымских татар, мечети построили. У нас построили на улице, на Клары Цеткин, Сейт-Ситар, очень красивая медресе. На Ялтинской строят новую, давно ждали, сколько боролись. А садики, да, мы сами из Женкойского района, да, и у нас там всегда была в этом проблема. И сейчас там построили новый модульный детский садик, у нас весь поселок доволен. Изменилось многое. Отношения людей друг к другу, я считаю, что намного теплее они стали. Вот. Ну и облик города совсем другой. И дышится легче. Қырым Жұмхуриет милетлері рамын есебетлері ве сүргін етілген халықлардың ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов қайдетті ки, Қырым татарлар сүргінлік деверінде акимиетке ишанмай қалдылар. Бұл бүтін совет девері вақытында девам етті ве Украин деверінде дазия деп пекітілді. Лекін бүгін денішмелер девері. Первой задачей уже новой власти, российской власти, президента было вернуть это доверие. И, конечно, основополагающим моментом в этой части мы называем указ президента о реабилитации репрессированных народов. Безусловно, это был очень серьезный шаг вперед. Это то, чего добивались не только крымские татары, но и другие репрессированные народы долгие-долгие десятилетия. И вот такой шаг политической воли первым сделал президент Владимир Владимирович Путин. После указа президента, я считаю, было также историческое решение, это принятие Конституции Республики Крым, в которой 3 государственных языка, русский, конечно, крымско-татарский и украинский. Это была поставлена точка в языковом вопросе, который долгие-долгие годы был также предметом спекуляций и противостояний на межнациональной почве. Очень важный дальше процесс духовной реабилитации. Сегодня очень много делается в этом направлении. Конечно, мы в первую очередь подразумеваем начало строительства соборной мечети. Крымские татары также десятилетиями добивались этого, крымские мусульмане. Сегодня полным ходом идет процесс и социальной реабилитации. И президент здесь в Крыму сказал, что действительно 10 миллиардов рублей, которые были прописаны, сегодня в федеральной целевой программе развития Крыма, безусловно, будут выделены. Бүгінгі күнде чоқ милетлі медени ве поликонфессионал жемиет құрыжылығы ішінде Қырым Жұмхуриет ирешмелері ачық айдын көріне. Тамам бұл ал әрбір миллет ве халық векілі үшін иқтисади, ичтимаи, медени, рухи инкишаф үшін имканларының тенлігін темен ете. Нетижеде барышық ве муабетлік темен етіле ве Жұмхуриетіміздің инкишафы ве абаданлаштыруы үшін шарайтлер яратылды. София Шукурова, Дмитрий Низовой, миллет үшін. Русияда гражданлықны алмақ үшін топрақ аққына әсасланған яңы принцип яратырмасы ихтимал деп білдірді Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек. Эвелден Константин Затулин мен Наталья Поклонская қанун лейханы теклиф еткен әделер. Егер о қабул етілсе, Русия Федерация гражданлығыны бұке бюджетлер бойынша алмақ мүмкін. Рус тіліні біліп, Совет бірлігі ве Русия империясы ile алақасы олмалыдыр. Бөлелекнен Руслан Бальбекнің сөзлеріне көре, рус тіліні білген постсовет ерлерінден келген ве СССР яда Русия империясына кірген гражданлар Русия гражданлығыны сәделештірілген система бойынша алып олырлар. Бүгін Қырым Мундислік педагогика университеті оғынды құрылайатқан геншлер үшін медени полиэтник меркез құрылған ерде Девлет милетлер ара комитетінің ве құружылық ішлерінде иштирак еткен эпосы тәшкілатлардың чықыш топлашы болып кешті. Құружылық ішлері насыл дәрежеде олғаныны мұхбиріміз Лиля Веджат біле.
Объектның құруджилығы Қырымның ел башчысы Сергей Аксенов ИМС алында bulunmakta. Bu Лейха федераль мақсади программының милетлерара бірдемлігі пекетілуі черчевесінде олып кече. Бүгін чықыш топлашывда полиэтник мерkezінің құруджилығы басамақларыны музакире етілер. Білдірме керек ки құруджилық ішлері график бойынша алып барыла. Бүгінгі күнде котлован енді азыр, оны чақыл еле төшейлер. Разработан котлован. Шымдыки вақытта котлованларымыз бар, енді оның темелі төшемеге азырымыз. Сонра свайларны хахаджамыз. Шымдыки вақытта ішлер график бойынша алып барыла. Вопросы, Иш низамында чезіле білген суалларны біз бераберлікті музакире етеміз, ве хуруджилық проблемлерны чезежеміз. Эркунь объекте құруджилық ішлері қайнай. Бүгін эсас меселе музакире етілді. Лейхада назарға алынмаған ағларының янында құрылмасы. Девлет милетлерара комитет рейсінің бірінші муавины Надир Наманов айтқанына көре, Лейха графикте болуна. Евел құрылған объектлерінің меселесі чезілежек. Пейда олған білгісіз вазиет мен белесем ось yolunен чезілер. Шер шурасының консультацияларны иш низамында девам етежеміз. Ве бұнда уйхун авлелер берілежек. Бұл мерkezде студент ятаққанелері спорт-салон, геншлер үшін медениет вегленжі объектлер ерлішіжек. Бұл бина Қырым Өндеслік педагогика университетіні халқара севеге чықмасына имкан бережек. Объектінің эксплуатацияға теслим әтілуі 2019 сенеге планлаштырыла. Лилия Виджат, Умер Мустафаев, Милет үшін. Судақ шерінде балабақчалары или бұйық невбетлер мәселесі яваш-яваш чезілмекте. Қырым татарлар топлы яшаған ерлерде федерали мақсади программаның амелге кечірілуі черчевесінде, құсысан яңы Мале микрорайонында 140 ерлік балабақчаның құруджилығы фаль суретте алып барыла. Бөлейхаға федераль бюджеттен тахминен 145 миллион рубле айрылды. Бұл уақытта Судақ шер мемуриетінің башы Эмирсали Аблялимов бізні хабердар етті. Тавсилатлы же Сабрия Халиляева тариф еті. Яны Мале қасабасында 540 татар қорымтасы яшамақта. Олардың қубанчылары сыңырсыз, чүнки ниягет олардың яшаған ерінде де чоқ бекленілген балабақчасы пейда олacak. Диляра Меджитова мында 2016 сенеден берлі яшай. Оның айтқанына көре денішмелер тек сонки бір қачыл девамында көрініп башлады. Садик, который вот начали... Бұл балабақчаның құрылығы бізді пек қувандыра дұйғыларымыз хош, чүнке қыш мевсемінде балачықларны мында олып келмеге ана бабаларға онайтлы olur. Бұндан ғары кенжелер қылым татар вирус тілеріні огрелмек имканлары olur. Ерлі Сакен Ильзара Асанова мында 15 ел девамында яшай. Оның білдіргеніне көре муисисе олмағаны себебінден ана бабалар бір талай проблемлерге рас келейлер. Еркін балабақчаның açılmasını сабырсызлықнен беклей. Детский сад строится буквально на... Балабақча evlerimizге яқын ерде ерлешежек бұл пек онайтлы. Мында балачықлар ақыл вебеден жеттен тербиемелері үшін имканлар olur. Умют етеміз ке сонра олар Қырым татар тілінде дерслер алып барылған мектепке келерлер. Судақ шерінің мемуриет башының муавины Эмирсали Аблялимов айтқанына көре балабақчаның құрылығы федераль мақсади программа бойынша 2016 сенесі декабрь айында башланды. Бина 2 қатлы 7 группадан ибарет olacak. Анда балалар 2 яшындан башлап 7 яшынача қатнай білежеклер. Шымды объекте 10 құрыжы çalışмақта. Енді бірінші невбетінің ішлері соңына етті. На строительство объекта выделено... Бұл объектның құрылығына 140 миллион 420 бин рубль айрылды. Бұл балабақчаның пейдалығы пек мұйымдыр. Чүнки бинден зияде балачық невбетте тұрып беклеви Қырым татар халқы толу яшаған хасабасында бойле муасисе пек кереклі. Объект құрылығы Девлет комитетінің башы Заур Смирновның незареті алтында болуна. Заур Смирнов білдіргеніне көре ішлер график озылығы иле бежеріле. Заур Смирнов қайтеткеніне көре бұл елі эксплуатацияға 6 балабақча көрсетілежек. Оларның тәркібіне яны Маледе ерлішкен балабақча кережек. По нашим планам в этом году мы... Біздің планларымызға көре бұл елі эксплуатация 6 балабақча тәслім етілежек. Бұндан қайры жетвелге көрсетілген бір хач объект көзде тұтыла. Бұл Қырым татар толу яшаған ерлерде су ве электрик ағларының кешірілігі, сонрайсе бір хач мектеп ве евлеріні құрып башлажамыз. Бүгін біз бедие мында кемиет векілеріні давет еттік. Қайт етмелі ке, огде 38 объектінің құрылығы бекленілі. Заур Смирнов білдіргеніне көре идарелер арасында ішбірлік олса, бұл федераль мақсади программаның мувқайетлі амелге кечірілігі üçün мұйым темелдір. Сабрия Халиляева, Дмитрий Низовой, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Керіч боғазында асыр құружылығы девам ете. Құружылар енді Араба көпірінің эпісі топрақ дамарталарында сваяларыны ерлештірділер. Эркун құружылықта 4000-ден зияде инсан çalışа. Құружылықны тахмейін 30 құружы отрядлар алып баралар. Олар енді 264 тіремет кіледілер. Тамань сайлінде ве Тузла белінде ішлер тезден екінленежек.
Кырымны ве Краснодар жибарыны кошкан көпір Русияда ең uzun olacak. Bizim televizyon takımımız şimdiki vaqtda Taman yarımadasında bulunan ve en büyük leyhalardan biri olgan kurujuluk haqda malumat hazırlay. Köpür hakkında levhamızını endi gelecek çıkışlarımızda seyir ete bilirsiniz. Kırım'da ilk sefer Sağ şehrinin MFT tekvando sport çeşidi boyunca genç yiğit ve kızlar arasında Numan Çelebijihan adına kubuk uğrunda açık turnir olup geçti. Yarımadamızın çeşit kuşilerinden 200'den ziyade 4 yaşından 16 yaşkaca istidatlı gençler yarışlarga geldi. Yaş sportçılarını sport nazirligi şehir memuriyeti, din ve cemaat teşkilatlarından gelgen şerefli musafirler selamladılar. Tafsilatlıca Ayşe Şulakova'nın levhasında. Ağa kardeş Ahmet ve Safiye Şakirovlar tekvando ile tek yarım yıl uğraşalar. Lakin bu kısa müddet devamında güzel neticelerge eriştiler. Mına bugün de onlar Tul adlı formal meşguliyetler kompleksinde muvaffakiyetlerge nail oldular. Safiye birinci yerini, Ahmet ise üçüncü yerini kazandı. Küçük sporçular ne için tamam tekvando gibi spor çeşitini seçkenleri haqta tarif ettiler. Bu faal sport çeşitidir. Mında çapkalamak, atlamak ve güreşmek mümkün. Men medallerini kazanmağa pek sevim ve kureşmege öğreniyim. Yaş sporçular Masogi adlı kureşte ve Tul adlı formal meşguliyetler gibi iki fende yarışlaştılar. Sparring en güçlü rakipni seçi. Tul ise bir sporçunun şahsi teknikasını gösteriyor. 10 yaşındaki Emin Osmanov yarışga Bakçısaray rayondan geldi. Gelecekte Kırım şampiyonu olmağa arzu edi. Yaş sporçularını idman etip, onlarla beraber çeşit yarışlarga katnamağa umut besley. Galibe kazanmağa pek kıyın olmadı. Bazı uruklardan korçalanmak kıyın edi. Buna bakmadan men galibe kazandım. Ahmetjitli Emir Seydametov 10 yaşında o yeşil kuşak sahibidir. Lakin bu yarışta onun rakibi mavi kuşak sahibi oldu. Buna bakmadan o Masogi bölümünde 28 kilo çeki kategoriyada birinci yerini kazandı. Men tek Kırım yarışlarda değil de Rusya yarışlarda da iştirak etmege isteyim. Anda rakipler münasip yarışlar kıyınca Kırım Tatarlar birlikte olsun ve zayıfların korçalasınlar. Turnirinin maksadı Sağ rayonunda tekvando sport çeşitini teşvikat ve rağbetli etmek. Şehir memuriyeti sportga büyük dikkat ayıra. Çeşit sport programmalar işlep çıkarılan neticede icat yolunu endi başlagan sportçı öz teknikasını ve bilgilerini inkişaf edebilir. Tekvando boyunca açık turnir bunun isbatıdır. Yarışta 5 yaşından 16 yaşına kadar 180 sportçı iştirak eteler. Bütün Kırım'dan 12 takım iştirak etti. Bu B kategoriyanın sporçularıdır. Onlar Rusya yarışlarda da iştirak etmediler. Acemi insanlar. Turnir Kubogı Kırım Tatar halkının ulu oğlu siyasetçi ve cemaat erbabı Kırım Halk Cumhuriyeti'nin birinci reisi, Kırım Tatar halkının birinci kurultayının teşkilatçısı, Kırım, Litvanya, Lehistan ve Akrusya Müslümanlarının muftisi Numan Çelebijihan'ın adını taşıyor. Numan Çelebijihan hakkında da çok gençler bilmesini isteyimiz. Ulu marifçimiz milletler ara kavi münasibetlerine nasıl istek koşkanı da bilsinler. Kırım'da yaşayan milletlerine eğer bir top gol yapsak, o zaman güzel bir guldeste olacak degen ibare bugün de aktual. Bugün biz bu sözlerini kullanmak gerekmiz. Bu tedbir milletler ara münasibetlerini, dostluk münasibetlerini yaxşı ifade etti. Sağ şehrinin memuriyeti Kırım Tekvando Federasyası, İnkişaf adlı cemaat teşkilatı ve Vmesте adlı cemaat hareketi yarışının teşkilatçıları olalar. Biz büyükler gençlerin terbiyesi hakkında yaxşı bilemiz. Sporda terbiye etti. Siz koresiniz ki ne kadar balalar sport ile uğraşalar. Men düşünem ki idmançılar onlarını güzel insanlar olarak büyütürler. Galibe kazanğanlarını fahri yarlıklar ve medaller ile mükafatladılar. Belli olğanı gibi yakın zamanda Sağda tekvando boyunca bölüknün açılığı planlaştırıla. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Bakçısarayda orta asır musulman azizler mezarı teritoriyasında temizlik işleri alıp barıldı. Talakada tahminen 50 insan iştirak etti. Belli olğanı gibi bu mukaddes yerde çok yıllar devamında bazar yerleşeydi. 20 yıl devamında abidenin medeni temelini yok etkenidiler. Temizlik nasıl geçkeni haqda muhbirimiz Gulnara Karimova bile. Talaka Kırım ve Akıyar Müslümanlar Dini İdaresi'nin yerli Mustafa Cami adlı dini teşkilat ve cemaatçılar tarafından teşkil edildi. Bakçısaray Rayon Şurası'nın başı Rifat Dirdarov ve Bakçısaray Rayon Memuriyeti kol tuttular. Talaka çerçevesinde temizlik işleri geçirildi. Terikler ve çalılar pıtaldı. Bu yerde toplangan çöplükler çıkarıldı. Cemaatimizden bu mübarek yerlerimizde cemaatimizi davet etti. Bizim rayonlu imam ve bizim
муфтият адындан жемааты желп еттік. Бұл жерде темізлік бір мирасымы өткіздік. Чүнки білесіңіз, бұл азизлер bizim ecdadımızın büyük insanlar, yani halkımıza, milletimize ve vatanımıza büyük bir hizmetler etken o cavur din taraftan da nice insanlarımız bu yerde көмілген. Азизлер адлы мусульман мезарлығы ерінде олған сабық Бақчысарай базары ақта әрбір Қырым сәкені біле. Бұл ерде 2006 сенесі 37 күн девамында наразылық акциялар кечкен еді. Ең қадими мусульманлар мезарлықтың ері или айын ойынлар япмаға тырыштылар. Бұл ішті регионал меджлисінің азалары да иштирак еткен еділер. Нетижеде бұл ерде атта төкілген еді. События на этом рынке проходили в 2006 году. Бұл вақиялар 2006 сенелері кечкен еді. Анда ақты хан ақхан еді. Пек дешітлішей олған еді. Анда пек хорхунчлы женг олмасы мүмкін еді. Аллаға шүкір әр шей битті. Тамамында ханлық деверінде Қырым татарларының мезарлығы олған. Көргеніңіз кебі шымды мұнда бір ши yoqtur. Ама бұна бақмадан ерлі сәкенлер бұл ерні сақлап қалмаға істейлер. Азизлерге чоқ yıllar devamında dikkat ayrılmaydı. Bugün ise dini abidelерге ayrı dikkat ayrılmakta. Mezarlıkların teritoriyasında endi provokatsiyalar yok. Aksine anda ersene talakalar geçirili. Ama bugünkü günlerde de bir insanlar o oyunlarını alıp baralar. Вечером, конечно, на удивление мне начали все звонить. Ақшам маға чоқ insanlar telefon açıp bir sual beri başladılar. Nasıl öyle oldu ki siz insanlarını topladınız? İnternette ise diğer insanlar bir teşkil ettik deyip yazalar. Men anlamayın bundan ne, insan bundan ne fayda koreler. Biz yaşlı insanlarımız, biz musulmanımız. Beyaz şeyini beyaz demek gerek, haranı ise hara. Mustafa Cemi adlı dini teşkilatının reisi Emirali Mustafaev kaydetti ki bu tedbir gençler geçmişini bilmeleri için teşkil etildi. Нашей молодежи привить. Bizim gençlerimizge haqiqiy İslam dinini göstermek, bizim tariximizni tarixte büyük rol oynağanını insanlarını bilmek için bu tedbirini teşkil ettik. Biz başta Baqçısaray rayon imamı ve rayon şurası ile bu tedbir ahta muzakere geçirdik. Bugün mezarlık teritoriyası devlet mülkiyetine geçirildi. Yakın vakitte bu yer Baqçısaray Qoruğu'nun ya da Kırım Musulmanlar Dini İdaresi balansına geçecek. Gulnara Karimova, Alisher Alimov, Millet için. İstidatlı balalar üçün Kırım İnternet Gimnaziya Mektebi'nin sport salonunda talebelerge mobil seyrehanenin kubbesini açtılar. Anda talebelerge yıldızlı kokunu ve çok şekilli kainatını gösterdiler. Bu yenilişinin texnologiyaları kainat uçuv yapmak imkanlarını yarattılar. Filekiyatının acayip aleminin bizim muhbirimiz Dilyar Şevketova da tanış oldu. Рахам технологиялар интернат-гимназияның талебелеріне дүнияның сырларını açtılar. Mobil seyrehanenin hubbeli inşaatı vasıtası ile ular kainatқа uçup, анда мерахы вахиялар ve заманеви ilmi teşvihatlarını öğrendiler. Все было довольно-таки красиво представлено. Мне понравилась достаточно визуализация, эффекты, погружение в атмосферу. То есть мне понравилось еще то, что я узнала много чего нового. Мне стала более интересна тема космоса. Больше всего понравилась картинка, то, что можно видеть это воочию, не только на бумаге, а можно увидеть это со спецэффектами, практически как в реальной жизни. 12 март күні халқара сәйрехане күні бойле киби шоуны көрмек, Қырымда бірінші пейда олған мобиль сәйреханенің қол тұтуы ile насип oldu. Teşkilatçılar tarif etkеніне көре, программаның чешет вариантларını оқуп мақсады ile әрбір яшта olған insanlarga қоланмақ мүмкін. Бұл астрономия феніне мерахача ve ilmni inkişaf ettire. Ну а мы со своей стороны, конечно же, своей миссией считаем развить это направление, именно такую подачу материала в нашей стране, в наших учебных заведениях. Тем более сейчас астрономию вводят вновь в учебную программу, и будет очень не лишним добавить именно вот такое представление о планетах, о нашей Вселенной. Bizim icadi takımımız Ахихи yıldızlarga yol alıp Kırım Astrofizik Observatoriyasına seyahatga çıktı. O naучный koyunda 1945 senesi açıldı. Koyunun ozgun iklimi teleskoplar yardımı ile en parlak yıldızlardan başlap Siyare, Ay, Güneş ve alemnin en uzak obyektlergece çeşit türlü astronomik araştırmalar geçirmege yardım etti. Уникальность этого телескопа заключается в том, что он работает на самых разных увеличениях и исследует самые разные объекты в нашей Вселенной. Это универсальный телескоп. Здесь находится главное зеркало телескопа. Оно собирает свет и формирует изображение объектов глубокого космоса.
Башта обсерваторияда күнеш жарияны инкишаф етіп башлады. Күнеш физикасы ве onun хусусиетлеріні огренілді. Зубира Ахтемов 12 ел девамында күнешні ве күнеш лекелеріні көзете. О айта ки, бұйық елдізда алып кечкен жариянлар bizim yaşayışımızға тесір етелер. У нас получаются в результате наблюдений вот такие карандашные рисунки, где изображение Солнца диаметром где-то 30 сантиметров, объекты, которые находятся на поверхности Солнца, вот зарисовываются в стороне от этого диска, а потом, меняя оптическую систему телескопа, мы получаем изображение Солнца вот таких размеров, где снова эти же объекты повторяются. Телескоплар ярдымы ile фоторесімлерді yapmak мүмкін. 1 марта 2017 года Луна только-только показалась, выйдя из фазы новолуния, только-только осветилась солнышком. И в этот момент можно было наблюдать вот такое замечательное явление, которое называется пепельный свет. Видите, нижняя часть Луны, она очень яркая, это свет от Солнца, а верхняя часть Луны такая призрачная, пепельная. Это свет, которым Луна освещается от Земли. Эрістеген инсан обсерваторияға келіп, йылдызлар ве сәйрелерін құрушыны көрмек мүмкін. Гидлер лекция кечіріп, телескопларны құланмаға да огретірлер. Белки, сіз де тәжіплі көрінішінің шааты олырсыңыз. Диляр Шевкетова, Санзевадинов, Миллет үшін. Қызылташ футбол клубы үшін бұр атлық күнлері яқшы нәтижелі олды. Жұма ертесі күні тақым Скиф Серлявалы футбол клубнен ярышқан сон арқадашлық матчында ғалип шықты. Амма бұр атлық күнлерінің әсас ойыны Ялтаның мини-футбол бойынша чемпионаты олды. Гурзуфның стадионында ең yüksek лиганың Қызылташ ве Спартак тақымлары ярыштылар. Матчны көзетмек ве ғалебе үшін қуанмақ фырсатны біздің телевизион тақымымызды қачырмады. Жұма ертесі күні Қырымның Авескар лига чемпионатында ярышлашқан футбол тақымлары ортақлық матчында күрештілер. Қызылташ футбол тақымы Скиф футбол тақымның қапаларына 5 гол ұрды ве 5-1 исап әле ғалебе қазанды. Қызылташ футбол тақымның президенті Альберт Куршутов ойын кетешатты әмде тақым огүнде тұрған мақсадлары ве вазифелер ақында тәфсилатлыжы тариф етті. Сегодня задача кабем команд. Бүгін тақымларының алдында ең мойын вазифе тұра bu ось бедден имканларны көстермек. Тақымлар чеші түрлі техник-тактик схемаларны тәшкірділер. Бірінші таймда нәтиже пек яқшы олмады. Тақым схеманы диққат еле огренді. Екінші тайм есе мерақлы олды. Эсас голлар екінші таймда урылды. Мартның 18-іне же Қызылташ тақымның азырланмақ үшін вақыты бар. Бұл Авескар тақымлары арасында Қырым чемпионатының екінші дайресі огүнде екінлейже ойын олды. Бірінші ойын мартының 18-інде Ахмеджи шерінде олып кечежек. Анда Қызылташ ве Крым Теплица футбол тақымлары күчлеріні сынайжақлар. Қызылташ футбол тақымның ойыншылары қайдеттілер ке, ғалебе қазанмақ үшін чоқ тырышмақ керек. В футболе мелочей не бывает. Футболда уфақ шей олмай. Спортчы яқшы ашамақ, юқламақ ве идман етмек керек. Чүнки идман еткен сон әрекеттер автомат шекеліне кече ве алышқанлықлар пейда ола. Я думаю, готовы, не готовы. Азырмыз яда азырдегілміз бұны ойын көстерер. Ама біз күрешмеге ве авескарларымызны қувандырмаға азырмыз. Базар күні есе Қызылташ тақымы Спартак тақымынен Ялта шерінің мини-футбол бойынша лучший из лучших Серлявалы чемпионатында көрештілер. Болеке бұл чемпионатта Қызылташ әнді екінші сефер іштірак етте. Бірінші матчта Қызылташ Рубин футбол тақымы ile көреші ғалебе қазанды. Ялта шерінің мини-футбол федерациясының президенті Александр Величко чемпионат тақымда сөз үрсетті. Второй тур открытого чемпионата Ялта. Бұл мини-футбол бойынша Ялта чемпионның ikinci turniri. Buna bakmadan mında Aluşta şehrinden kelgen takımlar da iştirak eteler. Bu çempionatta 13 güçlü takım iştirak ete. Bugün ise 6 oyun geçecek. Kaydetmeli ki Қызылташ sport ayatı 2016 senesi Mayıs ayında mına bu çempionattan başlandı. O vakit Қызылташ күміш kazanğan еді. Takımның kapı bekçisi Seycelil Ablaev anda en yaxşı kapıcı unvanını kazanğan aqta hatırlay. За Қызылташ я играю с осени. Қызылташ takımında men keçken sene kuz mevsiminden berli oynayım. Keçken sene biz bu çempionatta ikinci yerini kazandık ve men en yaxşı kapıcı unvanını elde ettim. Bu takımını yenmek biz için prinsipial edi. Çünkü keçken sene biz bu iki takımnen oynadık. Bu sene ise onlar birleştiler ve takım güçlü oldu. Şu sebepten oyun mesuliyeti
кабилиетли олды. Спортчыларның гонлюны көтермек үшін оларның сойсоплары ве достлары келді. Мухлеслер арасында Ялташер Беледие идаресінің башы Роман Деркач болынды. Молодцы, играют ребята хорошо. Эссас тәркіпнің 70% денішті. Бұл қысқа мүддет девамында ойынны яқшы кечірмек қиын. Шу себептен біз чоқ çalışамыз ве азырланамыз. Соныны есе ойын көстерер. Қызылташ тақымның идманжысы Энвер Сейдаметов білдірді ки, тақымның теркібі денішті вешімді ойыншылар идманларға чоқ вақыт айыралар. 70% футболистов основного состава. Машаллах, тақым пек яқшы ойнай. Шымды тақым пек күчлі олды. Шымды олар Джумхури севеді ойнап мүкафатлар қазаналар. Мартының 18-інде Ахмеджет шерінде эркек авескар тақымлары арасында Қырым чемпионатының бірінші ойыны олып кечедек. Қызылташ Қырым Теплица адлы футбол тақымының көрішедек. Истегенлер мұнда келіп, о севімлі тақымыны қол тута білелер. Султания Меджит, Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Шымдайсы Илянин таныш олыңыз мартның 17-сінде Девлет Милетлер ара комитетінің әділиежелері Ахмеджет районының Мамут Султан көйшурасының мемуриетінде әділиеви консультация кешірежеклер. Эпс істеклелер Мамут Султан көйі 40 лет победы соқақында ерлешкен 11 санлы бинаға келіп, мұражат ете білелер. Малымат үшін телефон қошма еді 978-957-57-57. Шымдылық бұл олған малыматларымыз еді, біздің телевизион тақымларымыз яңы малыматлар üzerinde әнді çalışмақталар. Невбеттекі рус тіліндегі чықажақ хаберлеріні қачырмаңыз, оны местекдішім Нериман Тарсинова алып баражақ. Evlerіңізге дайма әйе хаберлер келсін. Эфирде көрішкенше салық не қалыңыз.